Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі сочный болып шығатын ерекше тағамның жасалу жолымен бөлісемін. Әрі тойымды тағамдардың бірі, жасалу жолы да өте оңай. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен таза ыдысымызға жылы сүтті құямыз, оның үстінен жылы суды құямын. Жарты шай қасық тұзды қосып, 2 жұмыртқаны жарып қостым. Тұз мен жұмыртқасы ерігенше кішкене араластырып аламыз. Достар, қажетті заттардың құрамы мен мөлшерін астыдағы тұрған описание бөліміне жазып қалдырдым. Яғни осы видеоның атауының үстін басатын болсаңыздар, барлық заттардың мөлшері жазылып тұр. Сол жерден қарап аз немесе көп етіп жасап алсаңыздар болады. Мінекей барлығын араластырып болғаннан кейін үстінен ұнды міндетті түрде еліктен өткізіп қосатын боламыз. Осымен барлық салмасын блинчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сол кезде бізде осындай сұйықтық дайын болып шығады. Енді үстінен сұйық майды қостым. Сұйық майдың орнына ерітілген сары майды қоссаңыздар да болады. Міне барлығын араластырып болғаннан кейін бізде қаймақ тәріздес осындай сұйықтық пайда болады. Енді табамызды жақсылап қыздырып аламыз. Одан соң оттың астын орташа етіп қойып, табамыздың бір жағын май жағып майлап аламыз. Одан соң жаңағы сұйықтығымызды құйып, бір ожаудай құйдым. 2 бетін бірдей пісіріп аламыз. Қатты қызартып пісіру қажет емес. Осылай кішкене сарғайып піссе жеткілікті. Егер екі жағында қатты қызартып пісіретін болсаңыздар, өте қатты болып қалуы мүмкін. Сондықтан да осылай сарғайтып барлығын дерлік пісіріп алдым. Құрметті достар, егер сіз менің каналыма тіркелмеген, жаңадан мені қарап отырған көрермендер болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта да сіздермен пайдалы көптеген ақпараттармен және рецепттермен бөлісіп отырамын. Арасына жағатын крем секілді сұйықтығын дайындаймыз. Алдымен 30 грамм сары майды ерітіп аламыз. Ери бастаған кезінде үстінен 2 ас қасық ұн қостым. Оның немесе жүгері крахмалын қоссаңыздар да болады. Кішкене араластырып, оның үстінен 500 грамм сүтті қосып, үздіксіз осылайша араластырып тұрамыз. Араластыра келе бізде өте қою сұйықтық пайда болады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай бұрқылдап, әдемілеп қайнап жатыр. Осы орайда кішкене тұз қосып жібереміз. Енді жақсылап бір араластырып, бетін жауып қоя тұрамыз. Суығаннан соң біздің сұйықтығымыз одан әрі қоюлана түседі. Кілемі суығанша ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Алдымен табамызға кішкене бір ас қасықтай ғана майды қосып, үстінен тартылған етті қосамыз. Бұл жерде майды көп қосу қажет емес, себебі өте сұйық болып кетеді. Бізге сұйық масса қажет емес. Сондықтан майды аз мөлшерде қосамыз. Етімізді кішкене қуырып болғаннан кейін, оның үстінен бір үлкен пиязды ұсақ етіп турап қостым. Пияз мен етін 10-15 минуттай баяу отта жақсылап қуырамыз. Кішкене еті пісе бастаған кезінде болгар бұрышын 4 бұрышты етіп, яғни ұсақтап турап қосып жібереміз. Мен бұл жерде бір болгар бұрышын қостым. Бұл әрине өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Егер қаламасаңыз, қоспай-ақ та қойсаңыз болады. Енді барлық салмамызды бір араластырып, дәміне қарай түрлі дәмдеуіштерін сала береміз. Мен кішкене бір шай қасық тұз қостым. Жарты шай қасық қара бұрыш, 2 ас қасық толы томат пастасын қосып, салмамызды бір араластырамыз. Одан соң бетін жауып, баяу отта бұқтырып 15 минуттай пісіріп аламыз. Салмамыз пісіп шыққаннан кейін бетіне ас көкті ұсақтап турап қосып жіберсеңіздер де болады. Мен кішкене ас көкті турап қостым. Осымен салмасы толығымен дайын болып шықты. Жаңағы жасаған тестадан 8 дана блинчик секілді осындай қамыры пісіп шықты. Осының үстінен крем секілді жаңағы жасаған сұйықтығымызды жағамыз. Бұл біздің тағамымыздың сочный болып шығуына көмектеседі. Үстіне жаңағы пісіп шыққан салмасын саламыз. Салмасын жан-жағының барлығына салу міндетті емес, тек қана ортасына салсақ сол жеткілікті. Жан-жағының барлығына салмасын толтырып салатын болсақ, қазір барлығын бірінің үстіне орналастыру барысында салмасы сыртқа шығып кетуі мүмкін.
Сондықтан видеода көріп тұрғандарыңыздай ортасына ғана шайып шығамыз. Ең беткі бөлігіне салмасын салмаймыз, кремін жағып үстінен сырды турап қосамыз. Сырды үккіштен өткізіп қоссаңыздар да болады бетіне. Мен 4 бұрышты етіп турап бетіне қойып шықтым. Енді противиннің үстіне пергамент қағазын орналастырып, қызып тұрған пешке салып 7-10 минут шамасында бір пісіріп аламыз. Сол кезде біздің тағамымыз өте ыстық болып шығады, және ыстық күйінде тағам ретінде ұсына берсеңіздер болады. Міне осымен біздің тағамымыз толығымен пісіп шықты. Өте жұп-жұмсақ, сочный әрі дәмді болып шықты. Осы бір ерекше тағамды жасап беріп, жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Егер сіздерге видео рецепт ұнаса, лайк басып, каналыма жазылып алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.